Армысыздар қадірменді тыңдармандарым. Әңгімені міндетті түрде соңына дейін тыңдап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қос ішек. Асқан ақыл парасатымен қол астындағы қалың елді аузына қаратып, сүттей ұйытып отырған Алашабыр ханның ордасы таң азаннан бері абыр-сабыр күйде. Қаланың қақ төрінде орналасқан еңселі хан сарайының сырты қандай айбатты көрінсе, іші де сондай айбарлы. Сырттай қараған адамға бүгін ерекше сұсты қалып танытқандай. Күйдірілген қызыл қыштан әсемделіп соғылған сарай ішіндегі алтын тақта қисая отырған ханның ашаң жүзі қара барқынданып кеткен. Өңі сынық, шеке тамырлары білеуленіп, қас-қабағы жиырыла түскен. Әлсін-әлсін дүрдек еріндері шірілдеп, жиырылған жіңішке қара мұрты жыбыр-жыбыр етеді. Қанталаған қос жанары сарай ішіндегілердің қимыл қозғалысын қалт жіберер емес. Жерге кіріп кетсе де, қызымды алып қашқан сұмырайды таптырып, өз қолыммен бақыртып бауыздамай, көңілім жай таппас. Әйтпесе, бұл жайттың 7 атамыздан бері хан тағына иелік етіп келе жатқан біздің әулеттің сүйегіне өшпестей таңба болып жабысары хақ. Іштен шыққан шұбар жылан, сенің де сазайыңды тартқызармын бәлем. Ауыр ойлар еңсесін езіп, басын шырмауықтай шырмаған сайын жаралы жолбарысқа күдірейе түседі. Ойы он сақта. Тағатсыздана елегісіп отырған ханның көз алдына еркетотай қызының еркелей тіл қатқан сүйкімді келбеті елестет. Тұла бойы тітіркеніп кетті. Тірі ме екен өзі? Әй, бірақ бұлай достың күйінішіне дұшпанның табасына қалдырып, абырой беделімізді айрандай төккенше жер басып жүргені жақсы еді. Жоқ, алжасқан басым не ойлап кетті өзі. Ол ойнақшыған отты жанарымен жағалай жайғасқан бек сұлтандарға ырза шаша қарады. Сырттай мүләйімсімей қалғандарыңмен іштеріңнен сақ-сақ күліп, сықсиып отырсыңдар-ау. Білем, мен бәрін білем, кімнің ішінде не ұлып жатқанын. Сарай ішіндегілерді көзімен бақылап отырған қаһарлы хан шоқша сақалды, құшиған қара шалға көзінің астымен сұстия қарады. Араға сөз жүгіртіп, біреуді біреуге айдап салып, өзің түк білмегендей тымпиып жүретініңмен бәрін бүлдіретін сен екеніңді білемін. Орайыңды тауып, өмірем қаптырмасам, тыныш ұйықтата қоймассың кәрі қақпас. Хан ойын аяқтай алмады. Сарай есігі айқара ашылып, өркеуде Есербай батыр жанына ерткен қос нөкермен қолына кісен салынған жас жігіт пен қызы Айкүнімді алып кірді. Алдыға суырылып шығып, өңменде басып келе жатқан Есербай батыр хан тағына тақай бере, көк найза ұстаған оң қолын кеудесіне апарып, маңғаздана тізе бүкті. Құдіретті күшті хан ием, тапсырмаңыз орындалды. Қаратаудағы үңгірге тығылған жерлерінен ұстадық. Хан оның сөзіне онша құлақ аспады. Ләм-мим деп тіл де қатпады. Кең тыныстады да, босағадан аттай бере, қан сөлсіз сөлбірейіп тұрып қалған қызына көз тастады. Сарай маңында еркек кіндікті құрып қалғандай, жаман жәутікпен көңіл қосып, жалғыз аттының соңынан ергенің қалай құлыным? Мұндағы үлдемен бүлдеден бас тартып, айдаладағы тау-тасты кезген пақырдың етегінен ұстағаннан не пайда табам деп ойладың? Қолыңнан қақпай, маңдайыңнан шертпей-ақ өсіріп едім. Сондағы көрсеткен қызық рахатың осы ма? Ханның басы айналып, көзі қарауытты. Бойындағы ыстық қаны шапшып басына шықты. Ойнақшыған отты жанары қашқын жігітке қадалды. Басына пұшпақ бөрік, үстіне мауыты шекпен киген оның бет әлпетінен ешқандай қаймығып, қамыққандық байқалмады. Демін ішіне тартып, үн-түнсіз бедірейе қалған
Безірейе қалуын қарашы, жаман неменің. Иманыңды үйре бер, сілімтік. Текеше бақыртып, өз қолыммен бауыздамасам. Томағасын сыпырып тастаған қырандай қомдана түсіп, орнынан ширақ көтерілген ызалы хан беліндегі болат қанжарды қынынан суырып алды. Барымташы, батыр, аузыңа қан құйылар алдында айтар арыз уәжің болса айтып қал. Өкініш өзегін өртеп, өз ернін өзі тістеліп тұрған жас жігіт тосылып тосырқаған жоқ. Қашып кетпейтініме көңілің сенбесе де, көзің жететін шығар. Алдымен қолымды босат. Ғашық жүрегімді жегідей жеген арман мұңымды домбырам айтып берсін, деді, мұңлы жанарын тіке қадап. Мырс етіп, миығынан күлген хан есік аузында кірпік қақпай, қасқайып тұрған жасаулыға қарап иек қақты. Шешіңдер қолын, арманда кетпесін. Хан әмірі екі етілмеді. Бұғаудан қолы босаған жігіт арқасына асынған үкілі домбырасын алып, құлақ күйін келтірді де қағып-қағып жіберді. Сол-ақ екен, домбыра көмейінен ауыр күрсінген адамның даусы естілгендей болды да, іле-шала күмбірлеген қоңыр үнге ұласты. Бірте-бірте күйшінің домбыра шерттісі күшейіп, сарай ішінде сезім арбайтын сиқырлы әуен қалықтады. Ойын аулап, бойын баурап бара жатқан әуезді сазға елтіген Алашабыр хан қолындағы қанжарын қынына салып, тағына сылқ етіп отыра кетті. Егіз ішектен төгілген сырлы сарындар перне басқан сайын қырық құбылып жанын тебірентті. Көлдің шуылын, желдің уілін, қамыстың сусылын, торғайдың шырылын, қарғаның қарқылын құлағына әкелді. Көз алдына қанаттарын сабалаған қос аққудың көл бетінде қалықтай жүзгені, көк жүзінде саңқылдай ұшқаны елестеді. Кенет мылтықтың шаңқ еткен даусы шыққанда болды да, екі көзі жұмулы, күй ырғағымен тербетіліп отырған хан селк ете түсті. Сол мезет сыңарынан айрылған жалғыз аққудың сыңсыған үні жетті құлағына. Бұл не өзі? Шынымен домбыраның үні ме? Неткен ғажап. Қатулы қабақ бір түйіліп бір жазылды. Шабыттана шиыршық атқан күйшінің домбыра қағысы одан сайын жиілеп, бір сәт сарай ішін мұңды әуен кернеді. Лықси төгілген қайғылы сарындар арасынан жас қыздың орны толмас өкінішпен өксіген зарлы даусы құлағына жеткенде ханның жүрегі лүпілдей соғып, төбе құйқасы шымырлады. Мынау менің ай күнімнің даусы ғой. Шылдырлаған шолпыда, сыңғырлаған сырғада соныкі. Иә, бәрі. Бір уақытта күңірене күмбірлеген домбырасының үстіңгі ішегін тырс еткізіп үзіп жіберген күйші босап кеткен астыңғы ішекті сабалап отырып қалды. Жалғыз ішекті қанша ұрғыласа да тарсылдаған, шаңқылдаған, шиқылдаған мағынасыз дыбыстардан басқа жартымды ештеңе шығар емес. Осы кезде жанарынан тарамдалып аққан ыстық жас сақалын жуған кәрлі хан сезім селін тоқтата алмады. Орнынан сылбыр көтеріліп, күйші жігітке жақындап келіп, сабырлы үнмен салқын ғана тіл қатты. Қызымды алып қашып, хан басымды масқаралағаның рас. Бірақ сен жалғыз-ақ адамның, яғни менің ғана алдымда кінәлісің. Ал күй бүкіл қазақтың рухани азығы. Сенің өліміңді мойныма жүктесем, сауықшыл қалың елімнің алдында күнәһар боларым хақ. Сол үшін қызымды да өміріңді де қидым. Махаббаттарың баянды болып, мына күңіренген домбыра өмірде қос шектей шертіле беріңдер қарақтарым. Кесімді сөзін айтып, кесек мінез танытқан кемеңгер хан жүгіріп келіп құшағына енген қызының маңдайынан иіскеп, бауырына қысты. Бағанадан бері бастарын төмен салған, күйі тұнжыраған қалып танытып, іштерінен тынып отырған бек сұлтандардың да жүздерінде жылылық лебі есіп, өзара қауқылдаса бастады.
осымен әңгіме аяқталды. Әңгімені соңына дейін тыңдағаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше сау болыңыз.